Сәлем достар, бүгін бізде менюда бургер. Бургер барлығымызға ұнайды, әрине. Өйткені оны тез жейсің, әрі өте дәмді. Және очередьте көп тұру керек жоқ. Заказ күтпейсің. Бүгін сіздерге бургерді үйде қалай дайындау керектігін үйретемін. Өте оңай, өте тез және өте дәмді. Олай болса кеттік. Бірінші біз соус дайындап аламыз. Ол үшін қарапайым бізге майонез, кетчуп керек. Керегінше, мысалға мен 2 адамға дайындап жатырмын. Кішкене чеснок қосамыз. Енді барлығын араластырамыз. Біздің соус дайын. Енді қазір біз фаршты қосамыз. Кішкене фарш аламыз, өзімізге керек. Бірінші реттен болмай жатыр деп ойламай қойыңыздар. Бәрінде бірден болмайды. Сіздер үйде өзіңізге дайындап жатсыздар. Қалай ұнайды, солай дайындай беріңіздер. Міне бірінші фарш дайын бізде. Тағы да екінші котлет дайындаймыз. Қазір мен сізге 2 түр қалай қуыру керектігін үйретемін. Оны қазір көрсетсем болады сіздерге. Сковородканы қыздырып қойдық. Кішкене етіміз жабысып қалмасын деп оливковое маслоны құйсақ болады. Біздің сковородка дайын. Бірден қазір котлеттерді қоямыз. Бетіне тұз себеміз және аламыз да майға қоямыз. Біз қазір осылай еземіз. Фарш езілген кезде бүкіл жер қуырылады да, екінші оболочкасы хрустящий болып шығады. Сондықтан да кішкене еземіз осылай. Асты жабысып қалмасын деп кішкене ажыратамыз. Кішкене тұз себеміз және әр жағын 1-2 минуттан ауыстырып тұрсақ, аударып тұрсақ, біздің котлеттер өте дәмді болады негізі. Бірнеше минут later. Вот міне дайын. Булочкаларды кесеміз. Бургердің ең дәмді болуы ол булочкалардың свежестіне байланысты. Бұл булочканы маған кеше қарындасым дайындап берді. Енді бұларды кішкене жарты етіп аламыз. Лас-Вегаста $5000 тұрады. Ең рекордный бағасы $5000. $5000-ға 5-11 iPhone алуға болады. Бір Toyota 20 Camry алуға болады. Немесе бургер жейсің. Енді біз өзімізге керек помидорларды, огурцыларды дайындаймыз. Помидор домалақ кольцо қылып кесеміз. Булочкамыз кішкене жұмсақ болу үшін су құямыз да бетін жауып жібереміз. Міне парыны бірден жауып қоямыз. Кішкене тұрсын, 1,5 минут. Біз соленый огурцы қосамыз. Енді қазір мынаны тексеріп аламыз. Вау, міне осы парға піседі міне. Булочкаларымыз дайын болды міне. Енді кішкене пияз қосса да болады. Мен қазір 2 түрлі соус дайындап көрсетемін. Біреуі пиязды қатты қуырғанмен, біреуі жай пияздың өзін қосады. Мысалға мен қазір біреуіне жай пияздың өзін қосам. Тоже кольцо қылып кесеміз. Мұны қазір жай қосамыз. Ал тағы да екінші соус ретінде пиязды мысалға кішкене жарты қылып кесіп аламыз да. Осыны қуырып жіберсек болады. Енді самый смак соусты қосамыз. Соус жағамыз. Енді котлетті қоямыз. Енді помидор, огурцы и пияз. Вау. Пияз қойдық. Енді мұна екінші бетін тоже соус жағамыз. Қалыңдау қылып жағамын. Енді бетіне жағамын. Опа. Вау. Енді бағана екінші пиязды қуырылған түрін сіздерге көрсетемін. Бұған да кішкене соус жағамыз. Котлетті қойдық. Бұл котлет бағана біз шарик қылып жасадық. Одан кейін басқаша қуырдық. Осы котлет. Енді бұған помидорды қоямыз. Огурцы қоямыз. Енді пиязды бағанаға дайындаған пиязды қоямыз. Енді мынаның екінші бетіне соус жағамыз. Бетін жағамыз. Міне біздің бургер дайын. Енді біздің керемет сочный бургерлеріміз дайын. Қазір енді асқазан тойдырамыз. Көрейік. ASMR сияқты дейін бе? Перфекто! Керемет.
мынандай бургерді үйде дайындауды қалай үйренгіңіз келсе, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер және лайк басыңыздар. Алда әлі көптеген контенттер болады. Сау болыңыздар.